10 сынып физика 3 тоқсанға арналған БЖБ-2. Тізбектегі ток күші 3 ампер болғандағы батареяның электр қозғаушы күші 30 вольт, батареяның қысқыштарындағы кернеу 18 вольт, өткізгіш сым арқылы жалғанған тізбектің сыртқы кедергісін есептеңіз дейді. Енді ең бірінші біз мына нәрсені түсінуіміз керек. Ток күші берілген бізге, яғни I берілген, электр қозғаушы күші берілген, ал енді кернеу берілген. Сыртқы кедергісі, яғни сыртқы кедергі деп отқанымыз ол R. R деп отқанымыз ол U бөлінген I-ға тең. Енді біздегі U деп отқанымыз ол 18 ток күшіне бөлім 3-ке, яғни 6 Ом болады. Келесі, ток көзінің ішкі кедергісін анықтаңыз дейді. Ішкі кедергі I тең E R плюс R. Осындай формула еді. Осы жерден ішкі кедергіні қорытатын болсақ, ол E бөлінген I минус R болады. Сонда E деп отқанымыз ол бізде 30, I деп отқанымыз ол 3-ке тең минус 6. 33-ке бөлсек, оннан 6-ны азайтсақ 4 Ом болады. Келесі, қысқа тұйықталу тоғын есептеңіз дейді. I қысқа тұйықталу тоғы ол электр қозғаушы күшін ішкі кедергіге бөлеміз. Біздегі электр қозғаушы күші ол 30-ға тең, ал ішкі кедергіміз 4. 7,5 ампер болады екен. Келесі, электр қозғаушы күші 1,5 вольт, ішкі кедергісі 0,5 Ом, ток көзіне және сыртқы кедергісі белгісі резистордан тұрады. Ол суретте көрсетілгендей жалғанған. Ондағы ток күші 2 ампер дейді. Сыртқы кедергінің мәнін есептеңіз дейді. Бізде жалпы сыртқы кедергінің мәнін ең бірінші қалай есептейміз? Бізде ток күші берілген I тең 2 ампер, электр қозғаушы күші 1,5 вольт, ал ішкі кедергісі кішкентай R 0,5 Ом болады. Сыртқы кедергінің мәнін есептеңіз деген I тең E R плюс R. Осы жерден біз сыртқы кедергіні есептейтін болсақ, R тең болады эпсилон бөлінген I минус R. Біздегі эпсилон деп отқанымыз 1,5 бөлінген 2 азайтылған 0,5. Енді есептейміз. 0,25 Ом болады. Біздегі сыртқы кедергінің мәні 0,25 Ом болады екен. Резистордағы кернеудің түсуін анықтаңыз. Кернеу бізде ток күші мен R-дің көбейтіндісіне тең, яғни 0,25-ті көбейтемін 2-ге, ол менде 0,5 вольт болады. Келесі, физикалық шамалардың атаулары мен белгілеуін сәйкестендіріңіз. Электр қозғаушы күші. Электр қозғаушы күші ол міне белгіленуі мынадай. Кедергінің белгіленуі міне мынау болады. Ток күшінің белгіленуі міне мынау I. Ішкі кедергі міне кішкентай R, кернеу ол бізде міне U-мен белгіленеді. Келесі, ток көзіне ажыратылған қысқыштарындағы электр қозғаушы күші 24 вольт, ток көзіне жалғанған қысқыштарындағы кернеу 22 вольт, ал ток күші 4 ампер. Тізбектің сыртқы бөлігіндегі кедергіні анықтаңыз. Бізде сыртқы бөлігіндегі кедергі ол кернеуді ток күшіне бөлеміз. Біздегі кернеу міне U 22 вольт, ток күшіміз 4 ампер. Сонда 22-ні 4-ке бөлеміз, ол бізде 5,5 Ом болады екен. Ток көзінің ішкі кедергісін есептеңіз дейді. Жалпы ішкі кедергіні қалай табамыз? Ішкі кедергі ол R тең болады E бөлінген I минус R болады. Біздегі E электр қозғаушы күші міне тұр 24 вольт дейді. 24, ал біздегі ток күшіміз 4-ке тең, ал сыртқы кедергі 5,5-ке тең болып тұр. 24 4-ке бөлсек, ол бізде 6 азайтылған 5,5 тең болады 0,5 Ом болады. Ішкі кедергі, тізбектің жалпы кедергісін анықтаңыз. Жалпы кедергі ол R жалпы ішкі кедергі мен сыртқы тізбектің кедергісінің қосындысына тең, яғни 5,5-ті қосамын 0,5-ке, ол менде 6 Ом болады. Келесі, тізбектегі қысқа тұйықталу тоғын есептеңіз. Бізде қысқа тұйықталу тоғы электр қозғаушы күшін ішкі кедергіге бөлгенге тең болады. Біздегі электр 24, ал ішкі кедергіміз 0,5. 24-ті 0,5-ке бөлетін болсақ, ол бізде 48 ампер болады. 5-ші тапсырма. 120 вольт кернеу көзіне жалғанған доға пеші 200 ампер ток
тұтынғандағы кедергісі 0,2 Ом. Доға пешінің қуатын анықтаңыздар дейді. Жалпы бізде қуат ол тоқ күшін кернеуге көбейткенге тең болады. Жалпы тоқ күші бізде 200, оны көбейтемін мен 120 вольтқа. Сонда ол менде 24.000 ватт болады. Келесі доға пеші 2 сағат бойы тоқ көзіне жалғанғандағы энергия шығынын есептеңіз дейді. Жалпы 2 сағат деп отқанымыз ол 7200 секунд болады. Егер секундқа айналдыратын болсақ, энергия шығыны жалпы Q деп алсақ, энергия шығын ол бізде Джоуленс заңы бойынша I квадрат RT формуласы бойынша анықтаймыз. Енді қараңыздар, біздегі 200-дің квадраты ол бізде 40.000. Көбейтемін. Егер кедергіміз 0,2, оны көбейтемін 7200-ге. Енді есептейміз осыны. Ол менде 57,6 мегаджоуль болады екен. Осымен менің БЖБ талдауым аяқталды. Егер БЖБ талдау ұнаса, каналға тіркел, лайк басып, все қоңырау басып қой. Осы БЖБ талдауды достарыңа тарат.